Сапардағы адамдарға да сол жеңілдік берілген. Бірақ сапардағы адамдар егер ораза тұтса қиналмайтын болса, ораза ұстаған абзал. Ораза ұстауларың өздері үшін жақсы егер білсеңіздер дейді. Сол себептен Алла субхану ва тағала бірақ сапарда қиналатын сапар болатын болса, ораза ұстамаған абзал. Өйткені пайғамбар алейхиссалам бір күні сапарда кетіп жатқан кезінде бір кісі үстінен су құйып жатыр, қиналып тұр. Сондай қиналып өлейін деп жатыр. Үстінен су құйып жатыр сахабалар келіп. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям келіп тұрып, мынаған не болды дегенде бұл ораза деді. Сонда пайғамбар алейхиссалам ла хойра фи соми фи сафар, сапардағы оразада қайыр жоқ деген сөзін айтты. Яғни мәселен қиналып қалатын адамға ол оразасын ашқан абзал. Қиналмайтын сапар болатын болса, қазір біз Шымкентке келіп жатырмыз, Шымкент пен Сарыағаштан арасы сапар. Қиналғанымыз жоқ, оразамызды ұстадық. Ал бірақ осы сапарға қиналмаса да оразаны ашамын деген адам болса, ашуға хақысы бар. Неге? Сапарға шыққандығы үшін. Өйткені сапарда любой қиыншылыққа жолығып қалуы мүмкін. Сондықтан әрбір қандай да бір қиыншылыққа жолығып қалуы мүмкін. Сондықтан Алла Тағала оны Құранда жеңілдігін беріп отыр. Бірақ ол дегені оны ешқашан оразаны ашып жіберу назар етпейді. Яғни оразаны ашқанымен бір күннен бір күн ұстап беру керек болады.